Қайырлы күн құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі нәзік болып шығатын қызыл барқыт пирогын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Алдымен ыдысқа жұмсақ сары майды саламыз. Оның үстінен қант немесе қант ұнтағын салсаңыздар болады, және бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Шаншықмен араластырсаңыздар да болады. Енді ұнды електен өткізіп саламыз, және үстінен бір шай қасық разрыхлитель, яғни қамыр қопсықыш саламыз. Бір араластырып, үстінен үлкен ас қасықпен жарты ас қасықтай бояу қостым. Менде топ декордың осындай сұйық бояуы. Сіздер құрғақ бояуды қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, бәрін біріктіреміз. Оның бәрін салып жүрмей, екіге бөліп салдым. Егер барлығын бірден салып жіберетін болсаңыздар, қамырларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан қолымыздың қамыр елеп отырып, қатты жұмсақтығына қарай ұнды қосып отырамыз. Бірақ ұнды барлық өлшемдерді астына описание бөліміне қалдырып кеттім. Содан артық ұн қоспаңыздар. Мінекей осындай жұмсақ қамыр шықты. Осымен екіге бөліп, бірі үлкен, бірі кішілеу қылып, үлкен бөлігін тоңазытқышқа, ал кішкентай бөлігін тоңазытқышқа 1 сағатқа қатырамыз. Қазір оны үкіштен өткіземіз. Ал оған дейін крем дайындаймыз. Менде осындай 69%-ық калих сүзбелі ірімшігі. Осы сүзбелі ірімшікті барлық пирог, торттарға қолданам. Дәмі өте жақсы. Үстінен қантымызды сеуіп, бір жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл кремді миксермен шайқауға болмайды. Тек қана осылай венчикпен жайлап араластырып отырып, бір келкі формаға ендіреміз. Яғни жұмсақ, әдемі кремнің формасы шығу керек. Мінекей. Енді табамызды, формамызды алып, жан-жағын майлап, астына пергамент төседім. Мендегі форманың размері 24. Осылай қолмен жақсылап жайып, форманың үстіне орналастырамыз. Немесе оқтаумен жайып алып, сосын үстіне қойсаңыздар да болады. Жақсылап осылай бір тегіс етіп жайып алдық, және жан-жағын осылай тегістейміз. Жақсылап жайып алған соң, үстінен осылай шаншықмен бір түйреп, кремімізді үстінен құямыз. Кремді де жақсылап жаңағы қамырдың бетіне бір тегіс етіп жаямыз. Енді бұны бір шетке алып қоя тұрамыз. Оған дейін біз жаңағы үстіңгі бөлікті, яғни мұздатқышқа салып қойған кіші бөлікті алып, осылай үкіштің көмегімен, үлкен көзімен немесе кіші көзімен осылай өткізіп алсаңыздар болады. Енді жаңа дайындап қойған қамырымызды әкеліп, осының үстіне бір тегіс етіп жайып шығамыз. Енді осы пирогымызды 180 градуста алдын ала қыздырып аламыз. Одан кейін 180 градусқа қойып, 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Піскеннен соң бірден пештен шығармаймыз. Мінекей, менің пирогым пісіп, 15-20 минуттай суыттым. Әбден суыған соң ғана кесіп тұрмын. Өте жұмсақ, қамыры үгітілмелі болып шыққан. Сіздер де дайындап көріңіздер. Той жиындарда дастарханға қойсаңыз, дастарханның өте сәні келтіреді. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ал видеом ұнап жатса, лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір. Каналыма тіркеліп, қолдап қойыңыздар.